Орманда бір ешкі өмір сүріпті. Оның 7 лағы болыпты. Таңертең ешкі жем іздеуге орманға кетеді. Аулақтар есікті жауып, үйге ешкімді жібермей ойнап жүре береді. Ешкі қайтып келе жатқанда есікке соғып былай өлең айтады. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді. Мен ешкімін жазықта жүрген, мен ешкімін шөп жеген, мен ешкімін су ішкен. Сүтім желінен аққан, желінен тұяқпен аққан, тұяқтан шөпке ағып барады. Лақтар есік ашады. Ешкі оларға жем беріп, емізіп, ұйықтатып қояды. Ал таңертең қайтадан орманға шөпке қарай кетеді. Жақын арада сүр қасқыр өмір сүрген. Ол ешкінің осы өлеңін естіп алды. Бірде ешкі лақтарды кілттеп орманға кетті. Артынан қасқыр келеді. Есік алдына келіп тоқылдатты. Лақтар сұрайды: «Кім ол?» Ал қасқыр жуан дауыспен өлең айта бастады. Шырақтарым, лақтарым, ашыңдар есікті, аналарың келді, сүт әкелді, сүтім де көп, ірімшігім де көп, суды да әкелдім. Ал лақтар былай жауап береді: естіп тұрмыз біз сені, бұл анамыздың дауысы емес, анамыздың дауысы жіңішке. Осылайша олар есікті ашпай қояды. Содан қасқыр кетіп қалып тығылады. Ешкі келіп жіңішке даусымен өлеңін айтады. Лақтар есіктерін ашып, оларға қасқыр келгенін айтып береді. Ал ешкі: «Жарықтарым менің өлеңімді естімейінше ешкімге есік ашпаңдар» деп айтады. Қасқыр жүгіріп барып ұстаға барады. «Ұста, маған жіңішке дауыс жасап бер, әйтпесе мен сені жеп қоямын» деп қорқытады. Ұста қорқып оған жіңішке дауыс жасап береді. Қасқыр лақтардың үйіне жүгіріп барып тоқылдатады. Лақтар: «Бұл кім?» деп сұрайды. Сонда қасқыр жіңішке дауыспен: «Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді. Мен ешкімін жазықта жүрген, мен ешкімін шөп жеген, мен ешкімін су ішкен. Сүтім желінен аққан, желінен тұяқпен аққан, тұяқтан шөпке ағып барады». Лақтар анасының дауысы деп қасқырға есік ашады. Ал қасқыр секіріп барлық лақтарды жұтып қояды. Бірақ ең кішкентай лақ тығылып қалды. Оның қасқыр таба алмады. Қасқыр орманға барып, ағаштың астында жатып ұйықтап қалады. Ал ешкі үйіне келсе, есіктері ашық, лақтары жоқ екен. Ешкі үлкен қайшыны, сұр жіп пен инені алып орманға кетеді. Қараса, ағаштың астында қасқыр қорылдап ұйықтап жатыр екен. Ешкі жүгіріп барып оның ішін кесіп тастады. Оның ішінен оның лақтары секіріп шыға келді. Қуанышты қандай! Содан соң ешкі қасқырдың қарнын сұр жіппен тігіп тастайды. Ешкі өз лақтарымен үйге қарай кете береді. Сүт ішіледі, өлең айтылады.